Так, жігітте, бір сұрақ болып тұр ал. Ақыл кеңестеріңді айтып жіберіңдер. Мына жер былай теплый пол түседі. Коридорға былай дың-дың-дың-дың-дың-дың-дың, мына жер тоже дың-дың-дың түседі. Сосын түседі де арға шығып кетеді шлянкамен котельныйға қарай. Сосын енді мына жақта тоже солай. Не болады, теплый пол болады да, ол да мына жаққа шығып кету керек қой, шын айтқанда. Қалай шығарып жіберуге болады? Шет жақпен бүйтіп айналдырып апарып шығарамын ғой да, басқа вариант жоқ сияқты ғой да. Ан жақпен бөлек кетсе, ан жақ бүйтіп бөлек кетіп, осы жерде мына жерде бөлінеді ғой. Арғы ан жақты бөлек алып кетіп, мына коридормен қосып бөлек алып кетсем екен. Сосын мына жерде холды былай алып келіп, мына кухняларды бірге алып кетейін ба осылай. Қалай болады? Шлянканың ұзындығы максимальный қанша болу керек, ал айтып жүріңдерші. Подача шықты ғой, айналып обратно қайтып барғанша сол жерге қанша болу керек ұзындығы, қаншадан аспау керек максимальный. Дәлелденген, салып көрген адамдар болса, кішкене осыған біз совет керек, көпшіліктің советі керек болып тұр.